Естеріңде болсын тарихта. Қазақты ешкім жаулап алған жоқ. Тек қана ішіне ірткі салып жаулады. Еш уақытта. Ол баяғыда ханның кезінде, біз Ресейге бағынбай тұрған кезде, әр хан, әр рудан, тайпадан 100 солдат сұрайды екен. Әр қайсы атқа мінгізіп 100-100-ден солдат жібереді. Сонымен жиналады. Сол 100 деген сөзді Ресейдің патшалығы бізді 100-ге бөліп, 3-ге бөліп, қазақтар жоқ нәрсені бізге сіңгізді. Біз қазақпыз. Қазақстанда. Кеше мен айттым ғой, 11 миллион қазақпыз. Енді соны біз 3-ге бөлетін болсақ, біз ел болмаймыз. Тек қана бізді таратып алып, Екатерина екіншінің берген бұйрығы бар. Әр сұлтандарын бір-біріне қарсы қойып, байларын бір-біріне қарсы қойып, төбелестіріп, хан шығартып, жау қылып, ата жау қылып, соның кейін барып жаулап алыңдар деген. Менің қаным тебіренсе, тентек Каспий секілді, қинайтұғын, ұймайтұғын, арнасына сыймайтұғын қайтадағы. Қазақпын жүре алмайтын шаттан басқа күлмесе, мен қазақпын ішкен асын тастай салар жыр десе, мен қазақпын ашулансам талқан қылар тірлікті, шайға бола біргесе, мен қазақпын ашулансам талқан қылар тірлікті, шайға бола біргесе. Мен бұл күнде құл емеспін, күң емеспін, азатпын. Енді азатпын, басымыздан өткен талай тозақ күн. Мен қазақпын, жалғыз атын сый арнайтын қонаққа, ертесіне қиналмайтын қазақпын. Мен қазақпын, жалғыз атын сый арнайтын қонаққа, ертесіне қиналмайтын қазақпын. Қазақпын, басқа жанмын деп айтуға жоқ дәрмен. Мен қазақпын, ғажапты да, азапты да көп көрген. Мен қазақпын, жүрегімде шырылдаған шындықты, жасқамаңдар шоқпармен. Мен қазақпын, жүрегімде шырылдаған шындықты, жасқамаңдар шоқпармен. Мен қазақпын, қазақпын деп айтамын. Халқым үшін қан додаға кірмей қалай жай табам. Менің қаным тебіренсе, тентек Каспий секілді, қинайтұғын арнасына сыймайтұғын қайтадан. Менің қаным тебіренсе, тентек Каспий секілді, қинайтұғын, ұймайтұғын, арнасына сыймайтұғын қайтадан. Менің қаным тебіренсе, тентек Каспий секілді, қинайтұғын, ұймайтұғын, арнасына сыймайтұғын қайтадан. Менің қаным тебіренсе, асау жайық секілді, қинайтұғын, ұймайтұғын, арнасына сыймайтұғын қайтадан.